Адам баласы шіретіп дүниеге келгеннен ақ халатты абзал жандардың аялы алақанын сезінеді. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін жанына дауа іздеп келген науқастың қас-қабағына қарап, ем-домын жасаумен жаны қалмайтын дәрігерлердің мәртебесі қашан да биік. Бұл мамандық иелерінің жауапкершілігі мол, атқаратын жұмыстары ауқымды. Мен дәрігерлер отбасында дүниеге келдім. Әкем кардиология орталығының жансақтау бөлімінде қызмет атқарса, анам гастроэнтеролог дәрігері. Дәрігер болу менің бала күнгі арманым. Бүгінгі таңда алға қойған мақсатым, болашаққа деген жоспарым. Менің таңдауым IT дәрігері. Өмірден күдерін үзген талай адам, дәрігерлердің тынымсыз еңбегі мен қалтқысыз қызметі, жылы жүзі мен мейірімге толы жүрегінің арқасында аман-есен жарық дүниеге қайта оралды. Бас ауырып, балтырың сыздаса, дәрігерлердің көмегімен жанымыз жай табатыны рас. Өмір мен өлім арпалысқа түскен сәтте ең бірінші көмек қолын созып, үміт отын маздататын дәрігер. Ота жасағанда дәрігерлердің қол қимылдары, қозғалыстары, тігіс салуы керемет шеберлік. Жалпы дәрігер мамандығын жүрегінде түгі бар адамдар таңдайды деп әкем жиі айтып отырады. Сақ патшайымы Томирис секілді мен де ауа райының кез келген қолайсыз жағдайларына қарамастан, қилы алыс жол болсын, азуланған сырқат болсын, ақ халат киіп, елге қызмет еткім келеді. Гиппократ антына адалдық танытып, халқының амандығы үшін күндіз түні аянбай тер төгіп, өмір сақшысына айналуға сөз беремін. Ақ халатты абзал жандар бүгінгі күннің батырлары.